Сәлем достар, сіздермен бірге қуанышты медицина. Бүгінгі видеода біз иммундық жүйені талқылайтын боламыз. Иммундық жүйе өте маңызды. Достар, иммунитеттің тақырыбын түсініп алсаңыздар, сіздерге бұл кейін көмек беретін болады білім алуыңызда. Жалпы достар, иммунитет деген не? Иммунитет деген организмнің бұл өте керемет функциясы, яғни сыртқы ортадан түсетін агенттерге, ол бактерия болсын, вирус болсын, аллерген болсын, таныс емес заттың барлығына организмнің жауабы. Ол жауап не үшін қажет? Егер иммунитет болмайтын болса, адам, жануарлар ол өліп қала беретін болатын еді. Себебі бұл иммунитет арқылы біз адаптациялайды, яғни бейімдейді. Сырттан бактерия түсті, біз ол бактерияға организм жауап берді, ол бактериямен күресі. Бір сөзбен, бактерия, вирус кез келген сыртқы ортадағы агенттермен күресі, достар. Иммунитет негізі өзінің түрлері бар. Иммунитет қандай түрге бөлінеді деген сұраққа жауап берейік. Иммунитет спецификалық емес, және де спецификалық, арнайы және арнайы емес деп бөлінеді. Бұл момент өте маңызды, достар. Спецификалық емес, арнайы емес иммунитет деген, достар, бұл комплекс, яғни организмнің барьерлік күші. Комплекс деген бірнеше функциялардың қосындысы. Оларға мысалы тері жатады, достар. Терінің сыртындағы эпителий, эпидермис қабаты, шырышты қабат жатады. Мысалы қолыңызға крем жақтыңыз, немесе ручкамен сызып алдыңыз, бір бактериялар қолыңызға келіп күнде қонады. Мысалы стрептокок, стафилокок, кез келген шаңда барлығында бактериялар ұшып жүреді. Бірақ достар, олардың барлығына сіздерде ауру дамып кетпейді ғой. Оның бір қасиеті осы эпителий, эпидермис қабаты ең бірінші барьер ұстап қалады. Сырттан жаңа крем барлығы, замазка, ручка, соның барлығын ұстап қалатын бірінші эпителий қабаты. Ол да біздің иммунитетіміз. Екіншісі бұл дерма. Дерма бұл уже тірі тін, оның ішінде коллаген, эластин бар, және де тері бездері бар, ол жерде pH қышқыл болады. Яғни қышқылдық ортада көптеген бактериялар өмір сүре алмайды, достар. Не үшін коллаген, эластин біздің иммундық жүйе деп сұрақ қоюыңыз мүмкін? Коллаген, эластин деген теріге былай созылғыштық, эластикалық қабілет беріп тұрады. Егер біздің теріміз созылғыш емес, эластикалық емес, сынғыш және де құрғақ болатын болса, ол өткізіп қояды. Теріден ары қарай уже все организмнің ішкі ортасы басталады, достар. Сол себепті осы коллаген, эластин барлығы спецификалық емес иммунитетке кіреді. Келесі бұл шырышты қабаттар. Шырышты қабат деген организмнің ішкі ортасы, сыртпен байланысатын жердің ортасындағы барьер. Ол қай жер? Ауыз қуысының ішінде барлығы шырышты қабат. Ол жерден шырыш бөлініп тұру керек, достар. Мұрында, мысалы, мұрынның іші, құлақ, оның барлық ішінде шырышты қабаттар болады. Және де мынау анал тесігі, жыныс органдары, барлық осы тұтқыр шырыш бөлетін жерлерде барлығы шырышты қабат болады. Не үшін, достар, ол шырышты қабат болады? Шырышты қабат бізде жаңағыдай тұтқыр болуының себебінен ол шырыш арқылы ішке қарай бактерия, вирус, саңырауқұлақтар, микроорганизмдер кіріп кете алмауы қажет. Лизоцим бар, ол бактериоциттік эффекті бар. Яғни, мысалы, иттер жалайды ғой, оны барып, егер аяғын жаралап алады, адам жаламайды. Но бірақ сілекейдің сондай қасиеті бар. Бактериоциттік қасиет. Мысалы, адам тамақ ішкенде күн сайын бактерия араласады тамаққа қанша дегенмен, солардың барлығына лизоцим жойып отыруға ауызда көмектеседі. Келесі, достар, құсу. Спецификалық емес иммундық ответ. Егер сіз қажет емес, керек емес затты жеп қоятын болсаңыздар, мысалы порошок, достар. Порошок ол бактерияда, вируста жоқ, ол өте таза. Ол сізді іштіңіз, бірден құстыңыз. Немесе сабын жейтін болсаңыз, ол да тап-тазада, бактерияда жоқ, вируста жоқ ішінде, оны жедіңіз, құстыңыз. Себебі организм оны өзінде қорыта алмайды. Келесі бұл қабыну процесі, фагоцитоз. Олардың барлығы иммундық жүйенің спецификалық емес күші, достар. Қабынуды бір-екі ауыз сөзбен түсіндіріп кетейін, достар. Қабынуға бірақ толық видео болады. Қабыну деген, егер аяғыңызды кесіп алдыңыз дейік, ол жерге бірден базофилдер бару арқылы гистаминдерді бөледі. Гепарин гистаминдік комплекс, гепарин қан айналымын тездетеді, гистамин өзінен медиатор, әртүрлі қабыну медиаторларын бөледі. Ол жерге қан көп ағып келеді, яғни қан келіп, уже мына жерде процесті тоқтату керек болады, жазу керек болады. Одан кейін фагоцит, макрофагтар келіп, келген бактерия, вирустардың барлығын жұтуға тырысады. Қабыну деген, достар, осы сырттан түскен организмді жарақаттаған, организмді зияндаған процестерге организмнің қарсы жауабы. Бұл қабыну деп аталады. Келесі, достар, бұл спецификалық емес иммунитет. Егер жеткіліксіз болатын болса, жаңағыда барьерлер жеткіліксіз болса, организмде спецификалық иммунитет қосылады. Ол не? Бұл уже арнайы иммунитет, оны біз иммундық жауап деп атаймыз. Бұл, достар, яғни барьерден өтіп кететін болса, бактерия уже организм ішкі ортасымен күресетін болады. Олар қан,
тіндер арқылы күреседі. Иммунитеттің маңызды екі органы бар достар. Орталық және де шеткі. Орталыққа бізде тимус кіреді, айырша без, одан кейін сүйектің қызыл кемігі келеді. Бұл жерде екі орталықта жаңағыдай иммунитеттің клеткалары жетіледі, үйретіледі. Вот, мысалы, солдаттарды армияда үйретіп соғысқа жібереді ғой, дәл солай достар. Орталықта үйретіп, шетке қарай соғысқа жібереді. Соғысатын орта бұл лимфа түйіндері мен көк бауыр болып келеді достар. Мына тимус, айырша без осы орында орналасады. Иммундық жүйеге қатысатын негізгі клеткалар достар қанның бұл лимфоциттер деп аталады. Олар Т және В лимфоциттері болып бөлінеді. В лимфоцит достар антидене түзуге қатысады. Яғни антиген деген сырттан түскен организмге таныс емес зат. Оған организм іште жауап қайтаратын болса, ол антидене достар. Антигенді ұстайтын бұл антидене. Комплекс түзілмейтін болса, жаңағы түскен антиген адамды өлтіреді достар. Сол үшін бізде антидене түзіледі. В лимфоцит есте сақтайтын В лимфоцит, яғни мысалы антиген түссе, оның барлық фотоға түсіріп алады да, В лимфоциттер олар клон көбейіп кетеді, мысалы көп болып кетеді, кейін ол бүкіл қанды айналып жүреді. Келесі түскен кезде бірден ұстауға көмектеседі. Ол гуморальдық иммунитет, яғни қан айналымда жүретін. Келесі достар, Т лимфоцит, бұл жаңағы В лимфоцитке антидене түзуге көмектеседі. Және де вирусқа, рак тіндеріне цитотоксикалық әсер етіп, рак тіндерін жоюға да әсері бар. Жасушаларды тануды және жоюды қамтамасыз етеді. Тіндік иммунитет достар. Гуморальды иммунитет не деп сұрақ қойса, бұл Б лимфоцит дейсіздер, өзінен антидене түзеді, иммуноглобулиндер. А, М, G, сол класстары барлығы, олардың кейін түсіндіретін болам. Қазір тереңдейміз достар. Т лимфоцит деген бұл тіндік иммунитет. Бұл тіндік дәрежеде жүретін иммунитет. Осы жер өте маңызды. Келесі достар, иммунитет өзі туа пайда болған және жүре пайда болған болып бөлінеді. Туа пайда болған деген сіз Homo sapiens болсаңыз, яғни адам болсаңыз, сіз мысалы иттің көп ауруларымен, инфекциялық ауруларымен ауырмайсыз. Себебі итке мысалы маймылға, китке, мысыққа берілетін бактериялар, олар адам организмде өмір сүре алмайды. Сол үшін бұл біздің бұрынғы эволюциямыздан бастап келе жатқан иммунитет. Бұл сіз адам болып туылсаңыз, Homo sapiens болып, мысалы көп жануарлардың ауруымен ауырмайсыз. Ол туа пайда болған иммунитет. Жүре пайда болған иммунитет. Бұл бізде шынайы және қолдан жасалынған иммунитет болып бөлінеді. Шынайының ішінде де пассивті активті, қолдан жасалғанның ішінде де пассивті активті болып бөлінеді. Қазір бір-бірлеп түсінемін. Пассивті деген бұл анадан алған иммунитет. Эмбрионалды кезеңде ананың қаны балаға антиденелер береді. Бұл дайын оружиелер достар, бала өмірге келе салысымен қорғайды баланы. Кейін сүттен алады, сүттен анадан иммуноглобулиндерді алады, антиденелерді алады. Түсінікті, ана береді, ол пассивті, шынайы. Шынайы активті деген бұл постинфекциялық. Егер мысалы сіз бір аурумен ауырып, ол аурудан кейін тірі қалсаңыз, бактериалдық инфекциямен, сол бактерияға сізде уже активті шынайы иммунитет пайда болады. Келесі бұл қолдан жасайды, бұны медициналық мамандар, дәрігерлер жасайды. Ол да пассивті, активті болып бөлінеді. Пассивті деген бұл сары сулар. Мысалы, жылан шағатын болса, сіз қарап отырмайтын. Иммунитет бар ма, бұрын жылан шақты ма, шақпады ма, өліп кетуіңіз мүмкін. Сол үшін жылан шағуына қарсы сары суды енгізеді. Сыворотка деп айтайды. Сыворотка дейді достар, бұл өте көп сывороткалар бар. Оның ішінде қан антиденесі болады. Яғни жаңағы жұқтырады, көбінесе жылқыға жұқтырып, жылқының қанын құйып жатады бір ауруларда, оның ішінде уже антиденелер комплекс бар. Көптеген вирустық ауруларда да достар, мысалы, ауырып кеткен адамның қанын алып, ауырып жатқан адамға құйса, ол көмектеседі. Себебі ана адамның иммунитеті бұл жауап береді. Бірақ бұл достар мәңгілік иммунитет емес, сол кезде ғана көмектеседі. Одан кейін ол жойылып кетеді. Ал активті иммунитет бұл өте маңызды, бұл вакцинация достар. Екпе вакцина. Өмір сүруге қауіпті емі қиын немесе емі жоқтың қасы ауруларға жасалады. Бұл қолдан біз активті иммунитет жасаймыз. Себебі балаға біз қорғауымыз қажет. Мысалы, туберкулез, гепатит, қызылша ауруларынан өте көп вакциналар бар достар. Бұл осылай аурудың алдын алу болып табылады. Осымен біздің лекциямыз тәмам достар. Видео ұнаған болса міндетті түрде кері жауап күтем. Сіздермен бірге болған қуанышты медицина.